Ойпырмай мына кемпір зерек екен. Ой сөздері әй мағыналы терең екен. Шалдарман әлде қалай айтысқанда аямай бағасын береді екен. Шалдардың жонынан тірідей тас болады. Ой шал бейшара оғанда көнеді екен. Жаман жері бұл кемпірдің айтысқан соң, айтысқан шал осыман өледі екен. Қабағы босап қапты, даусы нашар, капитальный ремонт керек екен. Тәушен-ау, шаршадым деп қойма нүкте. Ремонт деген біз үшін емес түкте. Өзіңде әдемілеп жөндер едім, кездессең мен сияқты механикке. Босаған болтыңды бұрар едім, тексеріп астыңды яй шығар едім. Тотпасқан жердеріңді майлар едім, өзіңді алда артқа айдар едім. Шприспен салидор жіберерем, жерін қама сонысын жібемеген. 5-6 күн апкаттеден өткізерем, кеселің бәлеңді бір кеткізерем. Тәушен-ау, өкпен болмас соның кейін, шалың ай, аман есен жеткізерем. Ай кемпір шал осылай боп тілдесеміз, ұрсып қалып қайтадан бірлесеміз. Ұмтып жана мен тағы кетіппін ғой, әлге шекке екеуміз мінгесеміз. Біз кемпір мақтағанға тасамайды, сөз таппай сіздей шалғау сасамайды. Ай бір жерің болтын бектем дейсін, база басында Құдай мықты жаратқан ғой, кемпірлердің болыты босамайды. Айтарың әрине сайланып ал, Тіреке әдемілеп ойланып ал. Мен романтап Тіреке не қыласын, алдыман өз басыңа май жағып ал.